Тараз тұрғындары тарихи мәдени тектұрмас кесенесінің айналасына тұрмыстық қалдық тастауды әдетке айналдырған. Бұл мәселе облыс басшысының сынына ілікті. Сыннан нәтиже шығару үшін қала әкімдігінің аумақтық инспекторлары және қалалық ардагерлер ұйымының мүшелері қасиетті жерді тазалауға өздері кірісіп кетті. Толығырақ әріптесім Серік Жұмабекұлы әңгімелейді. Тектұрмас кесенесі тұрғындар мен қонақтар көп баратын жердің бірі. Алайда айналаның тазалығы алаңдатпай қоймайды. Жергілікті тұрғындар мен демалуға келетін жастардың әрекеті мынадай. Енді міне олардың ластап кеткен жерлерін қариялар тазалап әлек. Не деген сұмдық халқым, елім, жұртым. Біз не көрсетіп жатырмыз? Ертең күні біз де дүниеден өтеміз. Осында жатқан халық бар, дүниеден өткен әулиелер бар. Бүкіл мусорды қаланың қоқыстарын әкеп тастап жатқан. Мынау енді бір жағынан ұялып жүрміз. Неге десеңіз, анда сонда келген қонақтарымыз осы әулиета жерлерді, жақсы жерлерді көрсету үшін осы таудың бесіне шықсақ, жерінен бәрі мусор болып жатады. Осын мусор болып жатқан өзіміздің қала тұрғындары. Өткен жылы жергілікті полиция тарапынан бейберекет қоқыс тастаған үшін 68 азаматқа айыппұл салыныпты. Бірақ одан түзелген тірлік шамалы. Тазалық сақтамау қала көркіне ғана қатысты мәселе емес. Экология ластанады. Ең бастысы адам денсаулығына зиян. Өзіміздің киелі әулие жер, тектұрмас қасиетті жерде мұна қазіргі заңсыз бейберекет мусорды анықтап, осымен қазір әрекет жасап, күресу жұмыстарын жасап. Бұл жерде, конечно, біз енді видео камерамыз да бар, неміз де бар, бірақ кемшіліктер болғанда мына халықтың кемшілігі, халықтың адам сезімі. Осы жергілікті тұрғындар өздерден келіп, өздерін қапшықпен қайрасыздар, қапшық әкеп тастаған. Түнде міне қазіргі таңда біз жергілікті полициялар қызметкерлерін шақырып, өсерге усилтет наряд қойғызып, осын жол бермеу жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Жалпы облыс бойынша тазалық айлығы әлі де жалғасып жатыр. Тазалық қоқысты жинайтын жерде емес, шашпайтын жерде жақсырақ болады. Бұл қағидат биліктегілерге де, қарапайым халыққа да ортақ болуы шарт. Осыны бұқара толық түсінбей, көне Тараздағы тазалықтың түзелер түрі жоқ. Серік Жұмабек, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.